Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін аймап аналитикалық интернет картасымен жұмыс істеу аясында әлеуметтік желілердегі аккаунттар арқылы тәуекел белгілері бар оқушыларды анықтау алгоритмімен танысатын боламыз. Яғни бұл жерде кәмелетке толмағандарды анықтаудың тиімділігін арттыру мақсатында, алдын алу жұмыстарының күшейту мақсатында осы карта қолданылады. Бұл жерде барлығы 4 қадам жасалынуы тиіс. Ең бірінші қадам бізде кәмелетке толмағандарды анықтау болып табылады. Яғни бұны орындау мерзімі 1 және 3 күн аралығын қамтуы қажет. Міндетті түрде жасөспірімнің жеке парақшасының скриншоты анықталғаннан кейін сынып жетекшісі, әлеуметтік педагог, психолог, директордың тәрбие жұмысшысы жөніндегі орынбасары жасөспірімдерді анықтау мақсатында профильге талдау жұмысын жүргізеді. Яғни бұл дегеніміз ең бірінші аты жөнін, тегін анықтау, ондағы фотосуреттерге зерттеу жүргізу, оқу орнын зерттеу, сонымен қатар жасы, қоршаған ортасы, соған байланысты ақпараттарды жинау, яғни бұл бірінші қадамның жұмысы болып саналады. Бұл жұмыстарды атқарғаннан кейін бізде міндетті түрде екінші қадам жүзеге асырылады. Бұл жерде де ең бірінші сүйемелдеу құру. Егер кәмелетке толмаған бала білім беру мекемесінің оқушысы ретінде анықталмаса, жеке басын анықтаудың мүмкін еместігі туралы міндетті түрде қызметтік жазба жазылуы тиіс. Яғни бұл қызметтік жазба өңірлік психологиялық қолдау орталығына, яғни біздің орталығымызға міндетті түрде жолданылады. Ал егер кәмелетке толмаған бала білім беру мекемесінің оқушысы ретінде анықталған болса, біз міндетті түрде 3-ші қадамға өтеміз. Яғни 3-ші қадамға өткен кезде бұл 3-ші қадам анықталған оқушының өз-өзіне қол жұмсау қаупін талдау және бағалау деп аталады. Бұнда ең бірінші әлеуметтік педагог, міндетті түрде директордың орынбасары және сынып жетекшісімен бірлесе отырып, психолог, сонымен қатар директордың орынбасарының қызметтері баса назарға аударылады. Яғни әлеуметтік педагог ең бірінші кәмелетке толмаған баланың және оның отбасының әлеуметтік паспортын талдайды. Кәмелетке толмаған оқушының сынып ұжымындағы қарым-қатынасына міндетті түрде талдау жасайды. Кәмелетке толмаған баланың сынып ұжымындағы қарым-қатынасына талдау жасайды. Өмірлік көзқарастары, мотивтері, құндылықтары мен мақсаттарының болуы немесе болмауын анықтайды. Сонымен қатар қиын өмірлік жағдайлардың, шешілмеген қақтығыстардың, қоғам мен отбасындағы проблемалардың бар ма жоқтығын ма сол жағынан талдау жасайды. Өмірлік жағдайда, қоршаған ортада күрт өзгерістердің болуы, яғни бұнда ата-ананың ажырасуы немесе басқа бір елді мекеннен көшіп келуіне байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар денсаулық мәселелеріне қатысты жарақаттардың, жағымсыз жоспардың, оқиғалардың және тағы да басқалардың болуы болмауын анықтайды. Мінезінің және жеке басының ерекшеліктеріне баса назар аударады. Яғни бұл жұмыстың барлығы әлеуметтік педагогтың міндетіне тиесілі болып саналады. Келесі психолог, бұл жүргізген сауалнамалардың нәтижелеріне талдау жүргізіледі. Яғни балада мазасыздық бар ма, стресс, дезадаптация, күйзеліс, немесе невротизация деген сияқты буллинг және тағы да басқалардың бар жоғына қатысты сауалнама жүргізуге болады. Қажет болған жағдайда суицид қаупін анықтау бойынша терең диагностика жүргізеді. Оқушыны мазалап жүрген мәселелердің бар жоғын анықтау, яғни бұл жағдайдың болуы немесе болмауын анықтайды. Сонымен қатар директордың орынбасары, міндетті түрде психологиялық қызмет мүшелері, сынып жетекші, психологпен бірлесе отырып, ата-аналарға психологиялық жағдайды бағалауға, қосымша тексеруден өту қажеттілігі туралы хабарлау, кездесу уақытын, қабылданған шешімдерді келіседі, психологиялық қызметтің сынып жетекшілердің, педагогтардың бағалау және одан әрі шаралар бойынша жұмыстарын үйлестіреді. Сонымен қатар міндетті түрде алынған ақпараттар жайлы өңірлік психологиялық қолдау және көмек орталығына нәтижелер туралы міндетті түрде ақпарат беруі тиіс. Яғни бұл 3-ші қадам, яғни негізгі қадам десе де болады. Осы қадамдар бойынша психологиялық қызмет міндетті түрде жұмыс жасайды. 4-ші қадам, яғни бұл талдау нәтижелері бойынша шешім қабылдау деп аталады. Бұл жерде де бұны 2 бағытқа бөліп қарастыруға болады. Егер суицид қаупі балада анықталған болса, яғни расталса, міндетті түрде психологиялық қызметтің міндеті бұл барлық мүшелердің, ведомствоаралық құрылымдардың, заңды өкілдердің қатысуымен психологиялық педагогикалық жұмыстың жеке жұмыс жоспарын дайындауды жүзеге асырады. Яғни ата-аналармен түзету және консультациялық жұмыс қажеттілігі тұрғысынан әңгімелесу жүргізіледі. Қажет болған жағдайда тіпті медициналық тексеру, психиатр, психотерапевт, невропатологқа да жолданады.
жаңағы айтқан суицид қаупі расталатын болса, яғни біз білетін 2024 жылғы 4 шілдеде қабылданған нөмір 170 бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. Яғни бұл бұйрықпен алдыңғы құжаттамалар таныстыру кезінде біз сіздермен таныстырған болатынбыз. Яғни осындай қадамдар ары қарай жасалынатын болады. Осы жоспарды орындағаннан кейін, яғни жеке жұмыс жоспары құрылып, жаңағы мамандар жұмыс жасағаннан кейін, жоспарды орындау және көрінетін оң өзгерістер аяқталғаннан кейін, оқушы сүйемелдеуден шығарылады. Яғни оның жай-күйін мерзімді бақылау ғана жүзеге асырылады. Нәтижесінде кәмелетке толмаған оқушының жай-күйі мен мінез-құлқын сүйемелдеуді мониторингті жүзеге асырып отыру болып саналады. Осы 4-ші қадамның екінші бір бөлігі, егер тәуекел анықталмаса, онда ең бірінші кәмелетке толмаған баланы міндетті түрде бақылауға алу, алдын алу жұмысқа қосу ол баланы, көбінесе алдын алу жұмыстары жасалынады. Баланың эмоционалды жағдайын нығайту үшін ата-аналармен де жұмыс жүргізіледі, яғни міндетті түрде ата-ананы алдын алу жұмыстарына кіргізу. Сонымен қатар эмоционалды жағдайдың динамикасын бағалауды жүзеге асырылады. Яғни осындай 4 қадам арқылы бұл жұмыс жасайды. Сонымен қатар атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша білім беру ұйымы өткізілген іс-шаралардың барысы, сонымен қатар оның нәтижесі не байланысты міндетті түрде анықтама жазуы қажет. Яғни ол алдын алу жұмыстары болса да, ол жаңа айтқан суицид қаупі бар болған жағдайда міндетті түрде анықтама жазылады. Анықтама электрондық түрде рәсімделеді және өңірлік психологиялық қолдау және көмек орталығының электронды почтасына немесе WhatsApp желісі арқылы міндетті түрде жолдануы тиіс. Яғни бүгін біздің қарастырған осы аймап аналитикалық интернет картасы балалардың суицид қаупі бар тәуекелдегі балаларды алдын ала анықтауға, профилактикалық жұмыстарды дер кезінде өткізуге бізге көмектеседі.